Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай өте жұмсақ, бір жасағаннан шығатын, ортасында картоп және сыр салынып жасалынатын ерекше нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, түскі асқа жасасаңыздар өте әдемі, ыстықта жеңіл кетеді. Рецепті міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды және 1 ас қасық қантымызды саламыз. Ас қасық ашытқы саламыз. Енді бір жұмыртқамыздың ақ уызын салатын боламыз. Сары уызын алып қаламыз. Сары уыз қазір бізге қамырымыздың бетіне жағуға қажет болады. Енді 100 граммдай сұйық майымызды құятын боламыз. Барлығын бір араластырып жіберіп, ұнымызды елеуіштен өткізіп, екіге бөліп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болды. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабысатындай болып иленді. Енді қамырымыздың бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз ашып шығуы қажет. Қамырымыз ашығанша ортасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Бізге суда қайнатылған 5-6 картоп қажет. Сыртынан ашып, сыртынан бөліп аламыз қабығын. Сосын картопымызды майдалап езіп алатын боламыз. Картопымызды осылай жақсылап езіп алатын боламыз, үлкен түйіршіктер қалмайтындай етіп. Енді кез келген проценттегі қаймақтан құятын боламыз. Қаймақ көп қажет емес, 100 граммдай қаймақ жетеді. Қаймағымыздың үстінен 90 граммдай сырымызды үкіштен өткізіп салатын боламыз. Кез келген сыр жарай береді. Массамызды жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сосын массамызды 3-ке бөлетін боламыз. Бізде 3 қамыр, яғни 3 нан шығатын болады. Қамырымыз ашып шықты, өте жұмсақ, үлпілдек болып ашыды. Енді қамырымызды алып, бірдей етіп 3 бөлікке бөлетін боламыз. Осылай зола жасап аламыз қамырымыздан. Енді бір қамырымызды алып, осылай кішкене қолымызбен жайып жеріп, ортасына картоп салынған начинкамызды салатын боламыз. Салып, аузын түйіп, тағы да дөңгелек етіп жасап аламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, үш қамырымыздың ортасына да картопымызды салып шығамыз.
астыңғы бөлігін жақсылап түйетін боламыз, картобымыз шығып кетпейтіндей етіп. Сосын қолымызбен ақырындап жаямыз. Енді картоп салғаннан кейін осылай қолымызбен қамырда ақырындап жаятын боламыз. Картобымыз шығып кетуі мүмкін, сондықтан да қолмен ақырындап жаямыз. Пергамент төселген табамызға енді қамырымызды салып, осылай қолымызбен әдемілеп, әсемдеп шығатын боламыз. Алып қалған жұмыртқамыздың сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, нанымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Нанымыз 200 градуста 25 минутта пісіп шықты. Қамырымыз сүтке иленгендіктен нанымыз өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Достар, егер де рецепт ұнаған болса, рецептпен жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді, видеоға лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, қош сау болыңыздар.